Омарбек мырзаны айтысқа арналған Қазақстанда тұңғыш бір жақсы сайт ашылды. Қаз айтыс кезіп деген. Соны өзіңіз жүргізіп ұйымдастырып отырсыз. Бұл кімнің ойы, қайдан шыққан идея, қандай жағдайлардан бастау алды? Соны айтып өтсеңіз. Енді қаз айтыс кезет сайты жұмыс жасағанына, нақты жұмыс жасап жүргізгеніне өзі жарты жыл 6 ай болды. Şimdi басталған. Бұл жәдігер жастар дейді. Жаңа қоғамдық бірлестік қой. Бұл бірлестік жалпы КВН секілді осы айтысты әрбір облыстардан команда жасақтап, сөйтіп әрбір облыстарда, әрбір қалаларда жаңағы концерт қойдық. Сөйтіп жүргенде бір 4-5 жылдың жүзі қоғам жоба бұл. Сол енді кейінгі толқын айтыскерлер жастардың басы негізі соған үйісіп келе жатыр. Жәдігердің айтыс Астанада да күзде 2 күн бойы дүркіреп өтті. Жұртшылықта сахналық айтыс болды мысалы. Сол жобаның аясында осы енді қазір енді барлық дүние интернетте, барлық дүние жаңағы виртуалды әлемде деп қоямыз ғой. Бүкіл жалпы әншілер болсын, саясаткерлер болсын, бәрі енді осы. Енді біздікі сол ұлттық өнерді ұлықтау дейміз ба, жалпы енді жаттанды сөз шығар, жаһанданудың нәрсесі бүкіл ұлттық болмысын жұтып барады. Енді айтыс қазақтың бірден-бір жан екендігі, бірден-бір өзінің болмысына сіңген. Ешқандай сырттан таңылған КВН емес, сырттан таңылған болмаса опера емес. Барып есіне құсынап қайтатын айтыс дегенде. Басқа ешкімде жоқ дейсіз. Иә, басқа ешкімде жоқ. Өзі айтыс дегенде қазақтың жаңағы 8 сағат, 9 сағатта отырып зал толмай қалатын уақытты сирегенде, жарнамасы болмай берген болмаса айтыс деген. Өйткені ол өзіне тән, өзіне бүкіл болмысына тән өнерде. Сондықтан ынты-шынтысымен бұл өнерді ақсатып алу, бұл өнерді жоғалтып алу, бұл өнерді кемітіп алу деген орал нәрсе де. Өйткені сол айтыс болған кезде қазақтың қазақтығы, бүкіл болмысы жаңағы бойына оралады, есіне түседі, немесе өзінің қазақ екендігін сондай. Енді бұл өнер ретінде де асқелде жоқ, мүлдем бір ғажап нәрсе ғой. Яғни виртуалды неге сол виртуалды әлемге өткізіп, ол айтысты жаңаша түрге келтіріп, ыңғайлап соған келтіріп жатсыз ба? Иә, бұл енді бұл қоғамның сұранысынан өздігінен туды деп айтуға болады. Бұны осындай идея болды, осылай біз жоқтан барып таптық деген сияқты нәрсе емес. Өйткені айтыс эфирден берілмегелі біраз уақыт болды. Айтысты жұрт аңсап жүр, айтыскерлер енді жұрттың алдында бұл бірер сағат шығып айтысқан болмаса, былайғы әлемде, былайғы уақытта әншілер сияқты жаңағы жылтыңдап эфирден түспей жүрген жоқ. Әйтеуір Айбек Қалиев бір айтыста көрінді, одан торғайдың мәселесін айтты, бірдеңе болып қайтып 4-5 жылда, 3-4 жылда бір көрінеді. Оның өзі эфирден шықпай жатқаннан кейін бір қаладағы бір залдың ішінде ғана көрінеді. Енді сонда былай қарағанда елге танымал болғанмен, оның таралуы өте сирексіп кетті ғой кейінгі кезде. Сонымен өзі халықтың кәдімгі сұранысынан туылды деп айтуға да болатын дүние. Өте тамаша жоба, Құдайға шүкір дейміз. Енді осы жақсы жобаны билік жағынан ба, басқа жерден де адамдар қолдап, мынау дұрыс шығарып екен, осыны қолдау көрсетейік, алып жүрейік деп сондай қызығушылық танытып жатқаны бар ма? Енді әлемдей сындарға жүргізіп кетейік, мынау жақсы екен деп ресми түрде айтылған ешқандай ұсыныс жоқ. Бірақ қадау-қадау әрбір жерде біреуден біреу құлақ қағыс деген сияқты нәрселермен қызығушылық туып жатқан хабарларды естіп жатырмыз. Бірақ енді мысалы айтыскерлер жас термешілер одағы құрылған, оғанда сайт жүргізілген, оғанда сайт жүргізілген жоқ. Жалпы енді бұл керек сайт екенін бір жағынан тек қана айтыс емес, айтыс төңірегінде отырып, осы қоғамдағы проблеманы, ұлттық мәселелерді барлығын, мысалы бізде жазба айтыс деген бар. Ана жаңағы облыс әкімінің, екі облыс әкімінің айтыстарды
Ол кезде жаңа жыл менен жаңағы Наурызға байланысты. Бұл өзі өлеңнің табиғаты сол, бір қара сөзбен бірдеңе шот өткізіп айтсаң, бір шамданады, бірдеңе болады, өлеңмен айтсаң, ол басқаша болады. Өйткені қазақтың болмысында сол бар. Жаңа бәдік айтса кешіріледі деген сияқты кейбір Сөзге тоқтап. Иә, сөзге тоқтап, өлеңнің өзінің бұл жанр табиғаты. Хат айтыс деген бар бір-біріне. Ақынға сұрақ деген айдар бар, сол ақынның өзі қара сөзбен өзі оқырман сұрақ қояды. Қазір Соған адам саны қанша болып жатыр күніне кіретін? енді сол жарты жылдықтың негізінде біздің көбірек оқылған уақыт сол 3500-4000-ға жуықтап барып, қазір жаздың уақыты. Соңғы дейін барды жарты жылдық бір 3-4 айдың мезгілінде. Аз несі, аз шығар, көп шығар білмеймін. Бірақ енді бізде қойылған материалдар көп оқылады деп болады. Мысалы, Қара Жорға мен Қарлам-Шехтің айтысы деген қазір бір ғана материал ғой, сол 23 мың рет оқылды қойылғалы бері. Ал қалғаны 20 мың, 18 мың, 15 мың, көбі солай. Өте жақсы. Ал енді айтысты баяғыдан басқасында жүрген Жүрсін Ерман деген ағамыз бар. Сол кісі тараптан қызығушылық болды ма? Ол кісімен қарым-қатынас бар ма? Ол жағынан қалай мәселе? Ол кісі бұл жерде Жүрсін ағамызбен енді айтыс әйтеуір халықтың дүниесі ғой. Жүрсін ағаның еңбегін жоққа шығара алмайды. Айтыс дегенде бүкіл облыс аудандардан іздеп жүріп жаңағы ақындарды тауып солар шығару деген тәуелсіздіктен бері қарай ол оңай шаруа емес Жүрсін ағамыздың еңбегі. Енді мынау да өзінше бір жаңа жоба да айтыстың қоғамның сұранысы, интернет сайт. Енді ол біреу істемесе біреу істейді мысалы. Жүрсін ағамыз мысалы сондай бір сайт ашылып айтыс деген. Сол жаңағы Жүрсін ағамыздың тарапынан немесе одақтың тарапынан жүріліп кетіп бір керемет болып жатса, оған қосан жырлап біз мына жағын тартқылайтын ешқандай несі жоқ. Біз бір айтыс, бір қазақ өзі. Соның ішінде әр салалы жұмыс істеле береді. Жалпы ол кісі жағынан бір қызығушылық болды ма деймін? Жоқ, өзінің жеке кездесіп сөйлескен, иә, сайттарың жақсы жүріп жатыр деп қана сөйттік. Енді өзімізбен тікелей сөйлескенін айтып отырмын, басқа сөздер естіп. Жақсы, енді Ойрат мырза, сіздеріңізге Алла тағала сәттілік берсін, жақсылап жүре берсін. Осылай ұлтымыздың ерекше болмысын беретін, осындай жақсы тәрбиелік маңызы бар осындай дүниелер көбейе берсін. Бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздерге де Алла разы болсын. Енді ұлттық дүниені сұрастырып, біліп, жөн сұрап, досын айтып жатқан сіздерге.